Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you got the music, you've got the music in you, don't you? Сәлем достар. Сәлем. Plaza отелдің алдында тұрмыз. No, we can go. Және Plaza отелдің алдында Қытай президенті қазір шығатын сияқты. Сол себепті яқты адамдардың бәрі күтіп тұр. Сол себепті бізде күте салайық деп ойладық. Мынау вот Plaza отель. Негізі біздің президент те осы отельде жатыр. Біз бірақ білмейміз. Ладно, все, окей. Пиано, да, аты? Пиано деген мейрамханаға келдік. Бұл жерде итальяндық мейрамхана, көріп тұрғандарыңызды айтпаста немесе пицца жасауға болады. Және де тура көз алдарыңызда дайындап береді екен. Осы жаққа қарай келіп, бірінші менюдан таңдап аласыздар, одан кейін мынандай карточкаларға салып береді, одан кейін соңында осы карточка бойынша төлейсіздер, ал оның бәрін міне алдында жасап береді сіздердің. Сәлем, біз қазір кинотеатрға бара жатырмыз. Hotel Transylvania. Да, Америкада мен бірінші рет кинотеатрға келіп жатырмын. Өте күшті. Және де отель Трансильвания, монстры на каникулах біздіңше екінші бөлімі. Американың кинотеатрлары осындай күшті. Басталып кетті фильм. Маған өте ұнады. Шынында кино емес, ол мультфильм болған. Кинодан шыққанда Алматыда жүрген сияқты болған сияқты сезім болды бізде. Өте қызық екен. Түгелімен ағылшынша болғанымен ол мультфильм болғандықтан өте жақсы түсінікті болды. Өте қызықты мультфильм екен. Егер де көріп жатсаңыздар, міндетті түрде барыңыздар. Қазірде біз қараңғы Нью-Йоркта келе жатырмыз. Мынау шынымен де наша реальность. Метрода Wi-Fi бар, сондықтан бәрі телефондарына қарап тұрады. Ана жақтағы адамдарды егер көрсеңіздер, оларды телефондарын ұстап тұр. Не жаңалық бар екен. Эверест деген фильм болды, бағана премьерасы болды. Сол фильмдегі бір актер қазақстанский альпинист екен. Понятно. You are my fairy tale. Don't you wanna stay? Fairy tale. I hope that you don't run away.
Сәлем достар, біз қазірде жерде тамаша көліктердің көрмесіне келдік. Bridal Week Нью-Йоркта. Біз бұл жерге әрине кастингке келгенбіз. Қазірде кастингіміз бітті. Ертең 3 күн бойы осы жерде болады. Bridal Week. Bradley Мишка көліктері. Енді мына жердің көрмесі өте үлкен. Ауқымын көрсеңіздер. Және де өте әдемі ауданда орналасқан екен. Маған ұнап жатыр. Пир 94 деген жер. Өте әдемі екен. Және де мына жерде өзен ағып жатыр. Хадсон өзені. Бүгінгі күн өте тамаша. Және де менде бүгін жаңа өзімнің шашым. Маған кеше ғана hair стилистің яғни жұмысында болған Vella Productions'тан олардың өздерінің сол емтихандарын тапсыратын адамдар, hair стилистер, солардың емтихандары болған. Сол кезде маған жаңа шаш үлгісін жасады, кішкене бояды шашымды, одан кейін жақсылап прическа жасап берді. Сондай жұмыс жасадым. Сол себепті бүгінде менде жаңа шаш үлгісі өте әдемі, маған өзіме ұнады. Және де өте жақсы жұмыс болды кеше. Жаңа достар таптым, жаңа қыздармен сөйлесіп, біраз сөйлестім. Өйткені көпке дейін ешкімді онша білмейсің, танымайсың. Сол себепті дос деген әрқашанда керек болады. Куда? Так, кстати, надо на карте. Мына жерде мынандай үлкен бутылка болғанда оның ішінде кәдімгі тұруға болатын сияқты. Келесі мынандай екен. Мен ішінде мынандай кәдімгідей үй сияқты. Студио. Сәлем достар, мына жерде мен көшеде кетіп бара жатып, Green Flea Market дейді. Осыны көріп қалдым. Қазір түсіреміз не бар екен. Менің бүгінгі түрімді көргілеріңіз келсе. Мына жер енді заттары біраз қызық сияқты. Жердің заттары өте қызық болды, өйткені ол киілген заттар. Менің макияжымнан қорықпаңыздар, өйткені бізде бүгін фотосессия болды. Сол үшін мен фотосессиядан шығып бара жатырмын. Және мен шашым енді көк түстер бар шашымда. Ол да бір жұмыстың түрі болған. Ал ертең менің шашымды одан сайын қысқа қылып кеседі. Сол себепті қазірде ұзын шашымды көріп алыңыздар. Шашым өте жұқаланып кетті, сол себепті енді емдеу керек болды оларды. Негізі ертең бізде мейрам, Columbus Day дейді. Сол мейрам үшін көптеген станциялар жабылып қалған. Трендер жүрмейді. Сол үшін осылай біраз жүру керек болып тұр. Бірақ жарайды. Ертеңгі мейрамда мен жұмыс істеймін, одан кейін суретке түсеміз, одан кейін мүмкін дүкендерді аралаймын, өйткені кәдімгідей бұл жақта жеңілдіктер болады екен мейрам күні. Ал қазіргі менің жүріп келе жатқан ауданым маған өте ұнап тұр. Өйткені бұл жақта мынандай әдемі Манхэттеннің ауданы, әрине Манхэттен болғаннан кейін бұл жақ әдемі.
Это я с моей новой прической. Как вам? Пока. Сәлем достар, біз қазірде Централ парктеміз. Яғни біз де берем, мен өзім ғана жүрмін. Вау. Бүгін бізде 14 қазан. Ауа райы керемет болып тұр. Бәрі осы жақта қыдырып жүр. Вау. Адам мен жақта өте көп. Негізі Нью-Йорк күзде өте әдемі болады. Вау. Сол себепті көбісі паркке келіп демалады, көңіл көтереді.